Қайырлы күн балалар, 6 сыныптың 7-8 сабағымен жалғастырамыз. Таңғалдырған кереметтер әлемі деп аталады бұл тарау. Ендеше екінші тапсырмадан бастасақ, әлемдегі ең биік ғимарат туралы ойды төмендегі мәліметтермен сәйкестендіріп айтып бер дейді. Сіздерге қосымша мәлімет, яғни сөздер берілген. Осы сөздерді құрастырып, әлемдегі ең биік ғимарат бүгінгі таңда Бурдж Халифа ғимараты болып есептеледі. Осы жөнінде ақпарат берілді. Енді Айша Бибі кесенесі жөніндегі 3-ші тапсырманы орындасақ, мәтінді оқу керек. Бірге бөлек дефис арқылы жазылған сөздерді табу керек. Мәтінді балалар өздеріңіз өз беттеріңше оқып шығасыздар деген ойдамын. Енді бөлек бірге дефис арқылы жазылған сөздер мыналар. Барлық мәтін бойынша осы сөздер мен кестеге салып көрсеттім. Түсінікті деген ойдамын. Егер бір жері түсініксіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. 4-ші тапсырма оқылым мәтінін пайдаланып берілген кестені толтыр дейді. Осы кестеге саласыздар. Мен төменде сіздерге мағлұматтарды, яғни ақпараттарды жаздым. Сіздер мына кестеге салып дәптерлеріңе көшіріп жазсаңыздар болады. Негізгі ақпарат сарымен жазылды. Бұл мінекей Айша Бибі қайтыс болған жеріне кесене тұрғызылады осы туралы, және мәтін мазмұны не туралы екені, міне Айша Бибі кесенесінің салынуы туралы, және осы ақпараттарды алып жаңағы кестелеріңізге салсаңыздар болғаны. Жалғастырамыз. 5-ші тапсырма мәтіннің соңғы сөйлемінен қандай тарихи атауларды байқадым, ойыңды парталасымен бөлшін деп бітірген жаз дейді. Соңғы сөйлемнен қазіргі Тараз қаласы бұрын Жамбыл деп аталғаны жөнінде, ал одан кейінгі оған дейінгі тарихи атауы Әулие-Ата қаласы болып есептелген жөнінде, яғни тарихи атаулар бұл жерде Тараз, Жамбыл, Әулие-Ата. Келесі Қазақстандағы көне жәдігерлер деп аталады екен. Осы бойынша мәтін дайындау керек. 6-ші тапсырма оларды шығу тарихына қарай рет-ретімен диаграмма салып көрсет дейді. Балалар, мен сіздерге осындай 3 Қазақстанның көне жәдігерін туралы ақпарат жаздым. Бұларды диаграммаға салу сіздердің жұмыстарыңыз. Яғни бірінші диаграммада Тараз деген атау тұрады, екінші диаграммада Ақыртас деген атау тұрады, және үшінші диаграммада Қарахан кесенесі тұрады. Өйткені уақыты бойынша Тараз ең көне, содан кейінгі Ақыртас бұл 8-9 ғасырда және 11 ғасырда Қарахан кесенесі салынған екен. Түсінікті деген ойдамын. 7-ші тапсырма Жетісудың 7 өзені туралы тарихи деректерді жинастыр дейді. Неліктен Жетісу деп аталған, оларды бір-бірімен салыстыр дейді. Мінекей осындай тарихи деректер бар. Сарымен жазылғандар ғалымдар Жетісуға мынадай өзендер кіреді деп есептеген екен. Түсінікті деген ойдамын. Ал мына төменде сарымен белгілеген бірге жазылатын сөздер, яғни Жетісу, Ақсу, Қаратал, Көксу, Аягөз, Қызылағаш, бұлар бірге жазылатын сөздер. Мұқият оқып шығыңыздар, сонда түсінесіздер балалар. Келесі 8-ші тапсырма Айша Бибі кесенесінің сәулет ескерткіші ретінде сән салтанаты, құрылыстың даралығы және жайлы зерттеу жүргізіп тапсырманы жаса дейді. Яғни сурет қоясыздар. Мен сіздерге мына суретті қойдым, оның жанына ақпарат жазасыздар. Мінекей сурет пен ақпаратты мәліметті салыстырып отырып, осындай презентация жасасаңыздар болады. Интернетте суреттер көп, Айша Бибі кесенесі туралы ақпарат та көп. Қай сурет қай ақпаратқа сәйкес келеді, соны анықтап, яғни суреттің сипаттамасына мәтін жазсаңыздар болады. Мына мен ұсынған мәтін мен суреттерді пайдаланып, осы яғни презентацияны ұсынсаңыздар да болады сабақта, немесе басқа ақпаратты алып қосымша жазсаңыздар да болады.
және ең соңғы 9-шы тапсырма сабақта алған әсерің төмендегі кестеге сәйкес айтып бер дейді. Бұл енді шығу парағы сияқты. Бұрыннан білемін. Қай ақпарат бұрыннан сізге таныс? Бурдж Халифа ғимараты әлемдегі ең үлкен, ең биік ғимарат екенін бұрыннан білемін деп жазсаңыздар болады. Менің ойлағаныма қайшы кереғар. Қазақстанда әлемдегі ең биік ғимарат бар деп есептедім. Бұл менің ойыма қайшы екен деп жазсаңыздар болады. Мен үшін жаңа ақпарат. Айша бибі кесенесі махаббат, ғашықтыққа арналған кесене екені мен үшін жаңа ақпарат. Мен бұны білген жоқпын. Келісе алмаймын, білгім келеді. Не туралы, қандай ақпарат жөнінде келісе алмайсыздар? Мысалы, Жетісуға қандай өзендер жататындығы әлі күнге дейін белгісіз екен, осы жөнінде көбірек білгім келеді деп жазсаңыздар болады.